Екі егіз және жер сұлуы. Ертеде бір балықшы мен әйелі өмір сүріпті. Бір күні әйелі күйеуіне қарап, "Отағасы, тыңдашы. Сен үнемі аулаған балығыңның барлығын сатып жібересің. Бірақ бұл жолға аулаған балығыңды кешкі асқа алып келе аласың ба?" дейді. Балықшы келесі күні таңертең балық аулауға кетті. Ұстаған барлық балығын үйіне алып келемін деп шешті. Теңізге келіп ауды лақтырғаны сол еді, ауға өте үлкен бір балық түседі. Балық кенеттен аузын ашып, адамның даусымен сөйлей бастайды. "Балықшы, маған тисе көрме, мені өз еркіме жібер. Мен саған арналған балық емеспін. Ерте тұрып, теңіз жағасына кел. Алғашқы ұстаған балығың сол саған арналған балық", дейді. Балықшы оны тыңдап болған соң балықты суға жібереді. Сол күні оған басқа балық түспей, үйіне құры қол келеді. Ал үйінде оның жары пешке от жағып, табаға май құйып күтіп отырса керек. Әйелі балықшыдан сұрайды: "Отағасы, кешкі асқа неге ештеңе алып келмедің?" дейді. Күйеуі: "Бүгін қандай жағдайға тап болғанымды білесің бе? Теңізге ауды тастағаным сол еді, бір балық түсті. Ол маған адам даусымен, мені босат, мен саған арналған балық емеспін. Ертең сен өзіңе арналған балықты аулайсың", деді. Содан оны өз еркіне жібердім, дейді. Бұл түні осылай екеуі ұйқыға аш жатты. Келесі күні таңертең балықшы теңіз жағасына тағы келді. Ауды теңізге лақтырғаны сол еді, ауға үлкен балық түсті. Балықты әрең тартып жағаға шығарса, оған балық аузын ашып, адамның даусымен үн қатты: "Мені ұстап алғаның қандай жақсы болды. Мен саған ғана арналған балықпын. Ал енді сен былай істе. Мені 8 бөлікке бөл. 2 бөлікті үйіңнің қақпасының жанына көміп қой. 2 бөлікті биеңе бер. 2-ін итке бер. Қалған 2 бөлікті әйелің жесін", дейді. Балықшы үйіне оралып, балықты 8 бөлікке бөліп, барлығын балық айтқандай етіп орындайды. Арада біраз уақыт өтеді. Үй қақпасының жанына 2 үлкен сауыр ағаш өсіп шығады. Ал бие 2 керемет құлын туады. Итті болса 2 өзгеше арыстанның күшігін балықшының әйелі 8 ұлды өмірге алып келеді. Жылдар өтіп, олардың ұлдары батыл да сымбатты болып өседі. Көрші ауылда әлемнің сұлуы тұрады дегенді естіп, балықшының үлкен ұлы сол ауылға барып, оны өзіне жар етіп алуға бел буады. Әке-шешесі ұлын ақылға шақырып, бұл ойдан айныту үшін бәрін жасап бағады. Күні бойы ол жақта қандай қауіп төніп тұрғанын, мықтысынып барған жігіттердің бәрі бастарынан айрылғанын айтып, айнытпақ болады. Бірақ ержүрек жігітті ештеңе тоқтата алмайды. Ата-анасымен қоштасарда, егер оның сауыр ағашы қурап жерге иілсе, демек менің қаза болғаным, дейді. Содан өзінің тұлпарына мініп, арыстанын ертіп жолға шығады. Көрші ауылға келе сала, бірден жер сұлуының үйіне бет алады. Қақпа алдынан қарсы шыққан мыстан: "Саған не керек?" дейді. "Мен жер сұлуына келдім", деп жауап береді бозбала. Көзді ашып жұмғанша мыстан жігітті, оның мінген тұлпарын, қасындағы арыстанын да тасқа айналдырып жібереді. Осы кезде үйінің қақпасында тұрған жігіттің сауыр ағашы құрғап, жерге иіледі. Жігіттің әке-шешесі сауыр ағаштың құрғап, жерге не үшін иілгенін түсініп, қатты қайғырады. Қураған сауыр ағашты көрген кіші інісі:
Енді ол жаққа өзім барамын. Мен бауырымды құтқарып, жер сұлуын алып келуім керек деп ұмтылады. Алайда анасы мен әкесі одан әрі қайғырып жылайды. Ұлына оның алдына қандай қауіп күтіп тұрғандығын, ағасымен болған жағдай оның да басына түсетінін айтып, бармауын өтініп жалынады. Бірақ ата-анасы қанша жалынып жылап сықтаса да, оларды тыңдағысы келмейді. Осылай егіз інісі тұлпарына мініп, арыстанын ертіп, жер сұлуының ауылына құйындатып шаба жөнеледі. Жер сұлуының қақпасында оны күтіп тұрған қауіп туралы және әсіресе сұлу қызды қорғайтын мыстан жайлы көп естіген ол, жолда өзінің арыстанына қатаң былай деп бұйрық береді. Жер сұлуының үйіне жете бергенде қақпадан мыстан шығады. Сен ештеңеге қарамастан, бірден мыстан бір ауыз сөз айтып үлгермей, демін алмай жатып, оны тістеп ал. Мыстан менің ағамды босатып, оған жер сұлуын беретін болсын, немесе оны өлім күтіп тұрғандығын түсінетіндей болсын дейді. Жер сұлуы үйінің қақпасына келіп, өзінің тас боп қатқан ағасын, мінген тұлпарын, қасында тасқа айналған арыстанды көрген кіші інісінің көз жасы бұршақтай төгіледі. Ал арыстан қақпадағы мыстанды байқап, өзіне бұйырғандай оны бас салып ұстап, мыстан екіге бөлінетіндей қатты тістейді. Тіпті мыстан жан тапсыруға аз қалып еді. Бұл өмірінің соңы екен түсінген ол, бозбалаға үйге кіріп сөреде тұрған ақ және қызыл сулы екі бөтелкені алып келуін сұрайды. Ақ сумен сен қатқан тасты адамға, тұлпарға және арыстанға айналдырасың, ал қызыл сумен оларды тірілтесің, деп арыстанның аузында тұншыға шырылдайды. Інісі үйге жүгіре кіріп, сөредегі екі бөтелкені алып, ақ суды ағасына, тұлпар мен арыстанға бүрке шашады. Олар тастан адамға, тұлпарға, арыстанға айналады. Сосын оларға қызыл суды шашқан сәттер олар тіріледі. Мен өте ұзақ ұйықтадым, дейді есін жиған ағасы. Сен ұйықтаған жоқсың, мына арыстан сені тасқа айналдырған, деп оған жауап береді інісі. Екеуі бірге үйге кіріп, үйден жер сұлуын көріп, оған дереу жолға жиналуын бұйырады. Сөйтіп барлығы тұлпарына отырып, адал арыстандарымен бірге ата-анасының ауылына қайтады. Мыстан болса, қақпа алдында есін әрең жиған күйі қалады. Осы уақытта туған үйіндегі қақпа маңында иіліп қурап тұрған сауыр ағаш қайта жапырақтарын жайып, көкке ұмтыла көтеріледі. Бұны көрген әке-шешесі ұлдарының аман сау екеніне көздері жетіп, қуаныштары қойнына сыймай, оларды қарсы алады.